Сәлем балалар, менің атым Айжан. Оқып үйренейік, бұл біздің екінші сабақ. Екі әріптен құралған буындарды оқып үйренеміз. Шо, шо. Ек, ек. То, то. Пә, пә. Ха, ха. Öt, öt. Nu, nu. Yar, yar. Le, le. Be, be. Up, up. En, yen, yen. Or, z, ap, ki, ay. Тағы бір қайталап шығайық. Шо, ек, то. Пә, ха, öt. Nu, yar, le. Be, ap, en. Yen, or, z. Әп, ки, ай. Егер шаршамасаңдар, жалғастырайық. Келесі буындарды оқиық. Ер, ер. Бө, бө. Қу, қу. Ті, ті. Жа, жа. Ыр, ыр. Ро, ро. Қы, қы. Ош, ош. Ақ, ақ. Су, су. Пе, пе. Өл, өл. Зә, зә. Ау, ау. Ма, ма. Ше, ше. Та, та. Тағы бір бәрін қайталап өтейік. Ер, бө, қу. Ті, жа, ыр. Ро, қы, ұш. Ақ, су, пе. Өл, зә, ау. Ма, ше, та. Балалар, бұл сөздер емес, бұл буындар. Екі әріптен тұратын буындар. Мысалы, жа деген сөз жоқ, қы деген сөз жоқ. Сондықтан бұл қыран деу мүмкін. Бөлу деген сөз болуы мүмкін. Шешім, өлке, тарақ деген сөздерден тұруы мүмкін. Әзірше біз сіздермен буындарды оқып үйреніп жатырмыз. Ары қарай жайлап үлкен сөздерге көше бастаймыз. Біздің парақшамызға жазылыңыздар. Айжан Леди, осы видеоны достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Әрқашанда қарап жүріңіздер, бізбен бірге қазақшалап тез оқып үйреніп алыңдар. Сау болыңдар.